Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктер Қазақстанда 2022 жылы 23 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Қазгидромет РМК мәліметі бойынша республиканың басым бөлігінде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, ал орталықта қар жауады. Республикада тұман, көктайғақ күтілуде. Солтүстікте, шығыста, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста желдің күшеюі, солтүстікте, шығыста, орталықта бұрқасын күтілуде. Түркістан, Жетісу, оңтүстік таулы аймақтарында, Алматының таулы аймақтарында, солтүстік-шығыста, Жамбыл облысының таулы аймақтарында қатты жаңбыр жауып қар жауады. Астанада көшпелі бұлт шығады, кейде аздап қар жауады, тұман түседі, батыстан жел соғады, солтүстік-батыстан түнде 2-7, күндіз 7-12 метр секунд, ауа температурасы түнде 12-10, күндіз -6, -8 градус болады.